Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге лечо салатының ең оңай жолын көрсететін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Лечо салатына менде мында 5 кг қызанақты ет тартқыштан тартып алып, одан кейін 4 кг-дай болгар бұрышын осындай төртбұрышты бөліктерге бөліп турап аламыз. Даладағы қазанымызға ешқандай май құймай, қызанақ пен болгар бұрышын салып, осылай араластырып, қайта араластырып, бая отта пісіре бастаймыз. Одан кейін татымына қарай тұз, бір кесе, яғни бір пиала қант қосамыз. Жақсылап араластырып қайнатамыз. Осылай қайнағаннан кейін менде мұнда 1 литрлік өсімдік майдың жарты баклажкасын қосамыз. Одан кейін 9-10 тамшыдай 70%-дық сірке қышқылын қосасыздар. Не болмаса бір ас қасықтан кішкене көбірек қоссаңыздар болады. Бір кесе ет тартқыштан өткен сарымсақты, яғни чеснок қосамыз. Дәміне қарай лавр жапырағы мен перец горошкты қосып, тағы да 15-20 минуттай қайнатып аламыз. Алдын ала стерилизовать етілген банкі мен крышкамызды дайындап, осымен лечамызды құйып, видеода көрсетілгендей төңкеріп, барлығын осылай қойып шығамыз. Бетін плитпен жауып қойсаңыздар да болады. Ең оңай рецепті сіздерге ұсынып отырмын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.